Сәлем, бүгін сіздерге дәл осындай өте оңай жолмен жасалатын мороженое жасап көрсететін боламын. Дәмі тіл үйіреді, өте дәмді. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен өзімізге кез келген шоколадты алып, осы майда қылып сақтап тұрап алатын боламыз. Өте сақтап тұрап аламыз. Оны бір шетке қоя тұратын болам алдымен. Алдымен бананды ұсақтап тұрап аламыз. Дайын болған бананды алып блендерге саламын. Маған 3,3% сливкиді құямын, 200 грамм. Оның үстіне 200 грамм сгущенканы құямын. Оны жақсылап тұрып блендермен өсіп араластырып аламыз. Жақсылап тұрып араластырып болғаннан кейін дайын болған массаға дайындап қойған шоколадымызды салатын боламын. Оны да жақсылап араластырып аламын, блендермен езіп. Дайын болған массамызды енді арнайы ыдысымызға құйып, ыдысымызға дайын болған массамызды құйып аламыз. Құйып болғаннан кейін тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қойып қоямын.